ананың құрсағына бала түскенде 40 күн нутфадан су болып тұрады. 40 күн өтеді, алақатан үйған қан болады. 40 күн өтеді, мұлғадан кесек бір тістеп шайнап тастаған етке ұқсайды дейді. Осы 3 стадиясын айтады. Осы 3 айдан кейін Аллах Тағала бір періштені жібереді, балаға жан бер деп айтады. Яғни толық 120-ші күні балаға жан бер дейді. Би арбаина калиматан 4 нәрсені бұйырады. Енді қараңыз, балаға жан бітті. Жан біткен балаға Алла Тағала бірден ва ажалихи ажалын жаз дейді. Қай күні, қашан, қалай, неден өледі. Ва ризқихи рызқысын жаз дейді. Одан кейін ва амалихи амалын жазады. Не істейді, не қояды, қайда барады, ол жазылады. Және ең 4-ші ва шақиюн ва саидун, мұсылман бола ма, мұсылман болмай ма, сол нәрсесі жазылады деген. Енді сол Алла Тағаланың тағдыры жүзеге сөзсіз асады. Ханафи мазхабында бұл мәселені 2 пікірмен айтады ғалымдар. Құранда тікелей жасанды түстік туралы мәселе жоқ. Өйткені ол дәуірде ол нәрсе қаралмаған, айтылмаған. Жалпы адам өлімі деген мәселе бар. Енді кейінгі ғұламалар бұл нәрсені түсіндіреді. Балаға 2 пікір бар. Баланы алдырудағы бірінші ұстаным, егер әйелдің өзінің денсаулығына зиян келсе. Бұл оқиғалармен маған өте көп адам келеді. Қызмет бабында біз жиі бұл жағдайға ұшырасамыз. Әйелдің өзінің денсаулығы өміріне зиянды, қауіпті болса, әйел адам сол денсаулығына сыр берсе, сол баланы дүние келтіргенде өзі сол баламен бірге өліп кететін жағдай қаупі тұрса, және де ол қауіпте бір дәрігер емес, дәрігерлердің консилиумы, яғни бірнеше дәрігерлер жиналып осы шешімді айтса, онда ол балаға 120 күн уақыт бітпесе, онда сол баланы алуға рұқсат беріледі. Өйткені әйелдің өмірі қымбатырақ. Өйткені ар жағын Алла біледі. Енді жай әшейін асырай алмайым, яғни осы бір алдында балаларым бар немесе, мысалы 4-5 баласы бар, және көтеріп қалды әйел адам, енді осыны алдырту үкімі тұратын болса, онда бала дүниеге келсін дейді. Өйткені адамның рызқысын Алла Тағала өзі береді, адам бермейді екен де, Алла береді. Сол үшін Алла сұраушы болып, жалпы пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның алдында бір адам келіп айтты дейді, мен балаларым көп, аштан өлгей жатыр, солар өліп қалса жақсы болар еді дегенде пайғамбарымыз айтты дейді, сол баланың ризқысын сен бересің бе, әлде Құдай бере ме деп айтты дейді. Әлгі адам Құдай береді дегенде, онда бала дүние ондай тілек тілеме деді. Қазақ айтады ғой, бір қозы туылса, бір жусан артық өседі дейді. Сондықтан Алла оның ризқысын сөзсіз дайындайды. Бірақ сол балаға ана керек ертең. Ол ананың орнын ешкім баса алмайды. Сол үшін ананың денсаулығы бірінші орында тұратын жағдай. Көбінесе келетін хаттардың басым көпшілігінде УЗИ дені сау емес бала деп айтты. Дәрігерге біздер тексеріспен талдау қан тапсырған кезде де ол жерде патология анықталып жатыр. Яғни баланы алдыртуға мәжбүр болдым дейді. Бірақ кейін тексерілгенде кейбіреулердің балдарының дені сау болып жатыр, немесе қандай да жағдай болмасын, тіпті өзі ішкі жан әлемді күйзеліске ұшырап, баланы алып тастауға мәжбүр болған әйелі. Жалпы іште өкініші бар, қиналып тіпті өзін жегідей жеп, өмір сүруге бейсаналық тұрғыда тыйым салып келген әйелдер. Осы күнәдан мойны арқалап жүрген, мойындап жүрген жандар. Жалпы олардың іс-әрекеті, оларға қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы осындайына қазір білмеймін, енді экологияға байланысты ма, мүмкін адамдардың тазалығы кеткеннен кейін болар, осындай жағдайлар өте көбейіп кетті, расында дұрыс айтасыз. Тіпті эмбрион кезінде қазір медицина өте жақсы дамыды ғой. Эмбрион кезінде баланың қандай кемістіктері бар, ауруы бар, тіпті даун ауруы бар ма, жоқ па, әртүрлі ауруды клеткалық дәрежеде анықтайтын жағдайға жеткен. Осы жағдайда әйел адамның баласы, жаңағы айтқандай дәрігерлердің нақ шешіммен балада сондай патологиясы анық дәлелденген болса, егер ол нақ көрініп тұрса, онда ауру баланы дүниеге келтіруге де ғалымдар айтады, жоқ келтіре берсін дейді, өйткені дәрігерлер қателесуі мүмкін дейді. Біреулер айтады, жоқ алдыртсын дегенде үкім бар. Бірақ бір мәселе, баланың срогы жан бітпеген бала болу керек. Қал жағдай болғанда да. Баланың бізде енді көп адамдар созып баланың жан біткеннен кейін барып, немесе жаңағы күйеуімен ұрсып қалып кеткен жағдайда, енді мен бұны күйеусіз босанбаймын деп жаңағы алдыртатын жағдай болатын болса, онда сол бәрібір күнә мойнында болады. Онда енді ондай жағдай болатын болса, біздің жазбаңыз айтасыз, бұл ер адамға қарағанда әйел адамдар бұны ауыр өткізеді. Өйткені ол жан еті оның. Өзі шетелдің Кейт Мур деген профессоры осы алдыртқан баланың
үлкен аппаратқа салып қарағанда баланың кәдімгі жан дауыспен жылайтындығын дауысын естіген. Сол жан дауысын естіп тұрып жылағаны айтылған. Сөйтіп сол дауысын естігенде мұсылманды қабылдады деген мәселе айтылады. Көбісі ұзақ өмір сүрмеген, сол аяқ қолын кәдімгі кесіп алған кезде сол баланың жан дауысымен жылағандығы айтылады. Тіпті жан бітпеген баланың өзінде. Енді көп ғұламалардың нақты тоқтамы ауру балаларға байланысты. Бұл енді қазір біздің заманымызда жасыратыны жоқ. Ауру бала түгіл, сау адам баланы қарамай жатқан жағдай көріп тұрсыздар ғой. Ата-аналардың жауыз болып, балаларын ұрып соғып, ана көшеге лақтырып кетіп жатқан жағдайлар болғанда, ауру баласы бар бағып отқан көп қарындас семьялармен мысалы хабарларымыз бар, көмек береміз. Басқаша сонда ата-аналардың шын мәнінде қиналғанын көреміз. Одан кейін ана өкіметтің үйлеріне апарып өткізіп, хоспистерге өткізіп жатқанда расында қиын мәселе. Сол үшін оны алдын ала қараған дұрыс болады негізі. Енді мен өзім расстановщик маманымын, бұл жүйені қалыпқа келтіру психологиялық бір саланың бір түрі. Өзіңіз жалпы ол жұмысында көрдіңіз. Сіз көргенде, енді мына оқырмандарға да атап өтейін, жұмыс болды. Кішкентай баланың бала деңгейінде жүре отырып, ата-анасының қиналған сәттерін жан деңгейінде сезінгенін де көрген болатынсыз, яғни саналы түрде ондай күй кешіп жүрген жоқпын деген адамның әке-шешесінің күйзелісін терең қабылдап, сол деңгейде анасын құтқарып жүрген баланың да жұмысын көрген болатынсыз. Жалпы осы жан мәселесіне келетін болсақ, адам өзі үш нәрседен құралады. Біріншісі денесі, бұл ата-анадан, рух Алладан беріледі, және оның ең бірінші адамдық тұқымы адам атадан келеткен дүние болып есептеледі. Сол рух бұл бар. Егер жан біткен болса, негізі жаңа айттым ғой, Абу Ханифада әйел адам түсіп тастасын, немесе ол баланы алдырсын. Егер бала біздің мазхабта дүниеге келген кезде қимылдап, жан тірі адамның, яғни дауыс шығару қимылдап берсе, оған жуылады, жаназа оқылады, кейін оралады, содан кейін жерленеді. Ал енді өлі туылса, жаңа түсік ретінде түссе, оған жаназа оқылмайды, адамның бір мүшесі ретінде қалыптасады. Бірақ Абу Ханифадан басқа имамдардың басқа мазхабтарында іштегі бала жан бітті болды, ол тірі организм деп айтады. Эмбрион болған күннің өзінде де ол тірі организм дейді. Сондықтан оның бәрі бір жуылады, жаназа оқылады деп айтылғандары да бар. Сондықтан баланы ата-анасы ол қандай күйде жаңа айтқандай болса да, ол анаға кіндікпенен байланған, рухпенен байланған. Демек, Аллах Тағала оның жаны бергеніне жан сезінеді. Ол мейлі ол жан бітсін, бітпесін, тіпті былай айтылады. Жанин деген үкім бар. Жанин деген эмбрионда уже көрінсе, қолы, кішкентай баланың аяғы, басы бөлініп тұрса, бұл уже сол жанинге келді дейді. Демек, бұл жанинді өлтіруге болмайды деп айтқан көпшілік ғұламалардың пікірі осылай болған. Сол үшін бұл енді Алланың беріп қойған бір сыйы ғой, былайша айтқанда түсінген адам бар. Мысалы, өзіңіз де білесіз, бізде көрінсе баланы бір көрсем деп армандап, соның Құдайдан тілеп ұйықтамай қаншама неден өтіп жатқандар бар. Енді сол үшін бұл нәрсеге қаттырақ қараған жөн болады.